Барлықтарыңа сәлем. Бұл матсауаттылықтан топ 10 есеп айдары. Бұл бізде 5-ші бөлім. Енді бұл есепті давайте басынан бастап оқиға. Төмендегі диаграммада Асанның тамақ ішуінің пайыздық мөлшері кескінделген. Бірінші сөйлем вообще керек емес. Бұны оқымай қойсаңыздар да даже болады. Енді егер түскі асқа 1,5 сағат уақыт жұмсайтын болса, таңғы асты кешкі асқа қарағанда қанша уақыт тез бітіретінін табыңыз деген. Яғни бізде түскі асқа, міне, түскі ас 45% деп тұр ғой. Осыған 1,5 сағат уақытын жұмсайды. 1,5 сағат деп отырғанымыз ол 90 минут. Яғни 1 сағат 60 минут бар. 60 минутқа 30 минут қоссақ 90 минут шығады. Яғни бұл пропорцияға сала саламыз. 90 минутымыз 45%. Енді қараңыздар. Таңғы асты кешкі асқа қарағанда дейді. Міне таңғы ас 20%, ал кешкі ас 35%. Қанша уақытқа тез бітіреді дейді. Яғни 35% пен 20%-ке қарағанда дейді. Сонда екеуін азайтып тастаймыз. Өйткені екеуінің айырмашылығын табуымыз керек қой. Сонда 15%. Таңғы ас пен кешкі астың айырмашылығы 15%, яғни 15% табуымыз керек. Енді бұл x деп қоямыз. Яғни кәдімгі пропорция x қылып көбейте саламыз. Сонда x тең болады. 90-ды 15-ке көбейтеміз да. Оны 45-ке бөле саламыз. Яғни 45 пен 90 қысқарады 2 болады. 2 мен 15 көбейтіліп 30 минут болады. Яғни д жауабы. Егер есеп түсінікті болса, давайте лайктарыңызды басып кетіңіздер, ал түсініксіз жерлер болса комментарийге жазып кетіңіз. Каналды қолдап, подписаться етіп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Жақсы, сау болыңыз.